Сәлем достар, көпшіліктің ойында жүрген және инвестицияға енді қызығып бастағысы келіп және енді бастаушылардың көкейінде жүрген басты сұрақ ол қанша теңгемен инвестиция бастаған дұрыс. Бүгінгі видеода сіздерге осы сұраққа толықтай мағлұмат беріп және өте пайдалы ақпараттармен бөлісетін боламын. Сондықтан видеоны соңына дейін қарап шығыңыз. Біздің ойымызда инвестиция десе бір үлкен ақша көзімізге елестейді. Және бұл қарапайым адамдарға мүмкін емес зат сияқты болып көрінеді. Тіпті оның не екендігін де түсінбейміз. Аллаға шүкір, уақыт өте келе еліміздің сауаты ашылып, соңғы жылдары халқымыз белсенді түрде өз ақшасын инвестицияға салып бастады. Әрине бұл жерде менің айтып тұрғаным анау пирамида сияқты 50 мың салсаңыз миллион теңге аласыз дегендерді айтып тұрғаным жоқ. Көбісі білместік пен ашкөздіктің кесірінен неше түрлі пирамидаларға салып алданып ақшасын жоғалтып жатыр. Ондай аспаннан түсе салатын ақша еш жерде жоқ. Сол себепті бүгін сіздерге осы инвестиция жайлы айтқым келіп отыр. Сіздердің біраз сауаттарыңызды ашып, жол көрсеткім келіп отыр. Бізде инвестицияда әртүрлі бағыттарға салуға болады. Олар ең бірінші құнды қағазға, яғни әлемдік және қазақстандық әртүрлі ірі компаниялардың акцияларына инвестиция жасау. Олар мысалға өзіңіз білетін және қолданып жүрген Apple, Samsung, Google сияқты және тағы басқа ірі компаниялар. Және бұл жерде сіз бұл ірі компаниялардың заңды түрдегі үлескері бола аласыз, қайдағы бір алдамшы пирамидалардың құрбаны емес. Және сол арқылы сіздің салған ақшаңыз өсе береді және сізге ол компаниялар дивиденд төлеп отырады. Және бұл жерге өте үлкен суманың қажеті жоқ, бар болғаны 10 мың теңгемен ақ бастасаңыз болады. Және уақыт өте келе көбейте бересіз және көбейте бересіз. Екінші, қазіргі кездегі танымал салалардың бірі бұл криптовалюта. Бұл жерде сіз спекуляция арқылы жақсы пайда табуыңызға болады. Өйткені қазіргі уақыт осы саланың ең қарқындап тұрған кезі және бұл жерде күн сайын қаншама миллиардтаған доллар айналымда жүреді. Бұл жерде сізге бар болғаны 10 мың теңгемен ақ бастасаңыз болады. Және де жылжымайтын мүлікке, валютаға, металға да осылай инвестиция жасауыңызға болады. Бұл жердегі сіздегі мақсат неде? Егер де сіз ақшаңызды жайдан жай жинай берсеңіз, бір жылдың ішінде аз ғана сумма аласыз. Ал сол ақшаңызды осы бағыттарға салып инвестицияласаңыз, 5 есеге дейін немесе одан да көп есеге дейін көбейтіп алуыңызға мүмкіндігіңіз бар. Және де дәл қазіргі уақытта көптеген компаниялардың акциялары төмендеген болатын және ол алдағы уақытта қайта қалпына келіп, уақыт өте келе одан сайын өсуіне мүмкіндігі бар. Инвестиция бұл сіздің болашағыңыздың жарқын болуына, арманыңызды жүзеге асыруға мүмкіндік беретін және қаржылай еркін болуға жол көрсететін үлкен мүмкіндік. Ал енді қалай инвестициялауды білмей жүрген болсаңыз, мен сізге осы бағыттардың барлығына қалай инвестиция жасау керектігін нөлден бастап толық үйрете аламын. Ол үшін төмендегі сілтемеге өтіп курсқа жазылсаңыз болады. Сіз инвестициялаудағы өз мақсатыңызды қойып, бірнеше жыл ішінде портфеліңізді жинап, капиталыңызды құрып, алдағы уақытта қаржылай еркін адам болуға мүмкіндігіңіз бар. Сол себепті осы мүмкіндікті құр жібермей, инвестициялауды бүгіннен бастаңыз. Басты мақсат ақша емес, басты мақсат еркіндік.